Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 2021 жылдың 5 мамырдағы номері 20 бұйрығына сәйкес білім сапасын арттыру және пандемия шектеу шаралары кезеңінде жіберілген білім олқылықтарының орнын толтыру мақсатында ата-аналардың немесе заңды өкілдерінің өтініші бойынша барлық ниет білдірген білім алушыларды оқыту үшін 2021 жылғы 26 мамырдан бастап 19 маусымға дейін жалғастыру қажет екені атап көрсетілген. Абай атындағы номері 4 мектеп лицейінде 26 мамырдан 19 маусымға дейін 2-8 сынып оқушылары үшін жазғы мектеп ұйымдастырылады. Жазғы мектеп оқушылардың демалысы кезінде болғандықтан, оқыту қызықты әрі пайдалы өту мақсатында смарт демалыс ұранымен өтеді. Смарт демалыс кезінде күнделікті сабақ кестесімен қатар әр күнге арнайы жоспар құрылды. 2-4 сыныптарда сабақ 10-нан 12-ге дейін жүргізіледі. Бағдарламаға сай әдебиеттік оқу, қазақ тілі, математика, дүниетану, жаратылыстану пәндері оқытылады. Ал 5-6 сыныптарда математика, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, Қазақстан тарихы және информатика пәндері оқытылса, 7-8 сыныптарда математика, орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тілі, Қазақстан тарихы, информатика, физика пәндері оқытылады. Сабақ уақыты 9:30-дан 13:10-ға дейін жүргізіледі. Күнделікті сабақ таңғы жаттығумен басталады. Оқушыларға күнделікті бағдарламаға сай сабақ кестесінен бөлек қосымша білім беру мақсатында оқу жаттығы, сиқырлы қалам, дарынды бала, жас оқырман, ID мектебі, сонымен қатар бояулар сыры, танцевальный калейдоскоп, робототехника, черлидинг үйірмесі жүргізіледі. Смарт демалыс кезінде санитарлық талаптарды сақтай отырып, бір топта 15 оқушы білім алады. Сабақтар кестеге сәйкес өткізіледі. Оқушылардан мектеп формасы талап етілмейді. Смарт демалыс жазғы мектебінде оқыту тегін жүргізіледі. Смарт демалыстың барлық қатысушыларына санитарлық қауіпсіздік ұйымдастырылады. Кіре берістегі температураны күнделікті өлшеу, маскалық режим сақталады. Қолды жиі жуу, бөлмеде ылғалды сүрту, желдету, кварцтау жұмысы жүргізіледі. Смарт демалыста оқу сабақтары, жобалық қызмет, зерттеулер, зертханалық жұмыстар, таза ауадағы сабақтар және тағы да басқа қызықты әрі пайдалы жұмыстар жоспарлануда. Үйге тапсырмалар берілмейді. Күтілетін нәтижелер: оқушылар білімдегі олқылықтардың орнын толтырады. Пәндер бойынша қиындықтар аймағын анықтайды. Командалық оқыту дағдыларын игереді. Оқуға деген ынтасы артады. Зерттеу қызметінің дағдылары қалыптастырылады. Өткен оқу материалын сапалы игереді.